20 мамыр бүкіл әлемдік метрология күні. Осыған орай Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде жылдың ең үздік метрологы байқауы өтті. Метрология – бұл өлшеммен жарық және халық игілігі үшін аянбай қызмет ету. Күнделікті тұтынатын азық-түлік өлшейтін таразы, автокөліктің жылдамдығы және дәлме-дәл уақыт белгілерін беретін бұл ғылым біздің елде де даму үдерісінен кеш қалмай келе жатыр. Дегенмен кадр тапшылығы көп сезілетін сала болып тұр. Настоящий конкурс является вторым. Бұл конкурс осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Алғашқы конкурс өткен жылы болды. Жылдың ең үздік метролог байқауы бұл бәсекеге қабілетті маман дайындауға өз септігін тигізіп, аталған мамандықтың сұранысын жоғарылатады. Байқау 5 кезеңнен тұрды. Онда қатысушылар өздерін таныстырып, кейін емтихан тапсырды. Ребус шешіп, белгіленген тақырып бойынша өздерінің шапшаңдығы мен білімін дәлелдеді. Бұл іс-шара бізге не береді? Бұл іс-шара біз жас метрологтар арасында білімімізді арттыруға, біліктілігімізді арттыруға көп ықпал етеді. Метрологиясыз қазір технологияны дамыту, елестету өте қиын. Сондықтан біз метрологтар арасында жаңа технологияларды дамытуда, бір-бірімізде білім арттыруда көп ықпалымызды арттырамыз. Байқау қорытындысы бойынша үшінші орынға Мақсат Қантаев жайғасты. Ал екінші орын Ирина Тёға бұйырды. Бәрінен де оқ бойы озық шыққан Нұржан Кембаев бас жүлденің иегері атанды. Әйгерім Бәшімова, Ғалымжан Есенбаев, жаңалықтар қызметі.